Қазір сіздерге күшті бір қызықты ақпарат айтайыншы. Жалпылама кітап оқып отырған кезде ұйқыларыңыз келмес үшін, оқып жатқан кітаптарыңызды түсіну үшін міндетті түрде айлап, жылдап оқымай, азғантай уақыттың ішінде аяқтап тастағыларыңыз келсе, адамның өзіндік бір жанры болады. Біреуге көркем әдеби, біреуге тарихи деген секілді, біреуге мысалы тұлғалық даму, мотивация беретін кітаптар қызық болуы мүмкін, иә. Ал енді сіздер кітап оқып отырған кезде қызықсыз, іш пыстырарлық деген бір ойда болатын болсаңыздар, онда міндетті түрде оқып жатқан кітабыңыз белгілі бір мақсатқа бағытталу керек. Яғни сіз не үшін оқып жатсыз бұл кітапты, қандай сұраққа жауап іздедіңіз деген секілді. Маған ұнаған жанр ол міндетті сізге ұнай береді деген сөз емес, себебі әр адамның қалауы, ойы, сұрақтары ол ай сайын, күн сайын өзгеруі мүмкін. Ойында жүрген белгілі бір сұраққа осы кітаптың ішінен жауабын табуға тырысыңыздар. Сол кезде сіздерге оқып жатқан кітаптарыңыз қызықты болады, сонымен қатар тез оқып тастағыларыңыз келеді. Сұрақтың жауабы одан әрі табылған сайын сіздің кітапқа деген махаббатыңыз ашылады. Мына сөзді естеріңізде сақтаңыздар міндетті түрде. Қазір сіздің қолыңыздағы кітап қызықсыз болса, онда сізге барлық кітап қызықсыз секілді көрінеді. Ал егер қазір қолыңыздағы кітап қызықты болатын болса, онда сіз барлық кітапты солай көресіз. Яғни сіздің қазір оқып отырған кітабыңыз келесі оқитын кітабыңыздың оқуды не оқымауыңызды шешіп береді. Ойлап көріңіздер өздеріңіз. Егер де жаңағыдай сіздің ойыңызда мысалы психологиялық бір сұрақтар болатын болса, сол сұрақты міндетті түрде психологиялық кітаптардан іздеп көріңіз. Немесе қаржылыққа байланысты болса, қаржылық, тарихи сұрақтар болатын болса, оны міндетті түрде сол жаңағыдай тарихи кітаптардан іздесеңіздер, сіздерге бір өте жақсы пайдалы болады деген ойдамын. Кітап оқып отырған кезде ұйқым келеді дегендеріңіз, ол демек сізге оқып отырған кітабыңыз қызықсыз, яғни сіздің қалаған жанрыңыз емес, сіз қалаған сұрақтарға жауабыңызды алып отырған жоқсыз. Сол себепті міндетті түрде әр кітапты қолыңызда ұстаған кітаптарыңыз мақсатқа бағытталуы маңызды. Осы нәрсені пайдаға асырып көріңіздер. Яғни қазір асықпай отырып ойлаңыздар, маған қандай сұрақтарым бар, мен кітапты не үшін оқу керекпін деген секілді. Мысалы, маған тарихи кітап қызық болды ма, мен алдым тарихи кітаптарды. Сонымен қатар маған мотивациялық кітап керек болды ма, мен де дәл солай мотивациялық кітапты алып оқимын. Дәл осылай жасап көрсеңіздер, онда міндетті түрде кітап оқып отырғанда ұйқым келеді деген сияқты ойлар сіздердің жаңағыдай сұрақтарыңыз бір сөзбен айтқан кезде, кітап оқып отырған кезде ұйқым келеді деген нәрсе сіздің ойыңызда болмайды деп айтқым келеді. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік.